Мен тәуелсіз тілшімін. Тілшінің оқуын бітірсем де менің тұрақты жұмысым жоқ. Мені бірнеше жерлерге жұмысқа шақырды, бірақ мен келіспедім. Мен тәуелсіз әрі еркін болғым келеді. Мына ақпаратты жарияла, мұны ақпаратты жарияламайсың деп үстімнен сөйлейтін адамдарға қызмет еткім келмейді. Яғни мен өз-өзіме жұмыс істеймін. Қандай ақпарат болмасын жариялай беремін. Сіздерге жұмысымды нақты түсіндірейін. Соның ішінде мен қалай табыс табамын? Мен мына әлемді сұмдық жаңалықтармен таңғалдыратын істермен айналысамын. Егерде сұмдық ақпарат болса, сол жерге өзім арнайы барып, камераға түсіріп, толық ақпарат жинаймын да, жергілікті ақпарат таратушы компаниялар мен сайттарға сатамын. Кім көп ақша ұсынады, соған сата саламын. Сөйтіп өзімнің жақсы көретін мамандығымда өз-өзіме жұмыс істеп жүріп, өзімнің соңғы 2 айда бүкіл әлем таңырқайтындай жаңалықты шығармағанымды түсіндім. Менің беделім ақпарат берушілердің алдында төменге қарай құлдырап кетті. Сондықтан маған бүкіл әлем болмаса да толықтай қала тұрғындары талқылайтын ақпарат тарату қажет. Бірақ мен сұмдық ақпараттарды қайдан табамын деп ойландым. Және бір шешімге келдім. Қазіргі таңда әлеуметтік желі қатты дамып кеткен. Сондықтан осы әлеуметтік желіні пайдаланып, сұмдық ақпараттарды маған айтатын адамдарды іздеу мақсатында. Маған халықтың аузына түспей талқыланатын ақпарат қажет, деп пост жариялап жібердім. Мен ол кезде орташа деңгейде халықтың арасында танымал болатынмын. Сондықтан маған міндетті түрде адамдар сұмдық ақпараттармен бөлісу қажет деп сенімді болдым. Сөйтіп бір апта бойы адамдардың жазған ақпараттарын бақылап жүрдім. Бірақ адамдардың берген ақпараттары мүлдем ұнамады. Бірақ 2 аптаға жуық уақыт өткеннен кейін бір бейтаныс адамның жазған ақпараты менің көңілімнен шықты. Оның айтуы бойынша қаладан 10 шақырым жерде жындыхана бар екен, және сол жындыханада қызметкерлер жынды емделушілерге эксперимент жасайды екен. Және бәрі жасырын түрде. Яғни қызметкерлер сырт көзге бәрі жақсы деген көзбояушылық танытады. Бірақ негізінен олар арнайы бөлмелерде жындылардың аса ауыр эксперимент жасауына қызмет етеді, деп әлгі адам маған дәл осылай жазды, және сол жындыхананың мекен жайында жіберді. Бірақ өзі жасырын түрде жазған. Суреттен қарасам, дәл осы жындыхана ғимараты екен. Бұның сыртқы түрі тіпті түрмеге ұқсап кетеді. Сөйтіп мен қолыма камераларымды алып жолға шықтым. Маған дереу түрде сол жерге жету қажет, себебі бұл мені қатты қызықтырып тастады. Сөйтіп белгіленген мекенжайға келдім. Бірақ әлгі жындыхана ғимаратын көрмедім. Тек бір шағын ауылға тап болдым. Сондықтан ауылдағы бірінші кездескен адамнан сол жындыхана туралы сұрадым. Ол маған жындыхананың ауылдан алыста орналасқаны туралы айтты. Ол жерге жаяу жүріп жеткенше күн батып кетеді. Енді не істеймін? Сен менің көлігімді жалға алсаң болады. Енді түсіндім. Ол менің үстінен пайда тапқысы келіп тұр. Бірақ маған бәрібір. Мен оның қолына ақшаны ұстаттым. Әрине оның көлігін жалға алған жоқпын, өзінде көлік бар. Бірақ маған айтатын ақпараты үшін оған ақша ұсындым. Ол болса маған бәрін егжей-тегжейлі айтып берді. Енді ол жерге қалай жетемін? Мына алдыңдағы жолды көріп тұрсың ба? Осы жолмен тіке жүре берсең, сол ғимарат жайлап көріне бастайды. Қысқасы, өзіңде ол ғимаратты оңай таба аласың. Өте үлкен негізі. Жақсы, рахмет. Сөйтіп жолға аттанып, алға қарай жүре бердім. 1 сағатта жүрген шығармын, және ол ғимаратты ақыры көрдім. Және сол жындыханаға барайын десем, мүлде жол жоқ екен. Шөптердің үстінен өтуге тура келеді. Осылай бұл жындыхана ғимаратының алдына келіп жеттім. Қолымда кішкентай камера бар. Бірақ мен бұның ішіне қалай кірерімді білмедім. Қызметкерлерге мен не айтамын? Ойлана келе бір шешімге келдім. Мен өзімді жалған түрде жоғары жақтан келдім деп айтатын боламын. Әрине, бұл сөзді тек қызметкерлерге айтсам болады. Себебі олар ойланбастан сеніп қалулары мүмкін. Бірақ бастықтарға айту дұрыс емес секілді. Тіпті олардың көзіне түспеу қажет. Солай ойланып тұрғанымда маған 2 күзетші келіп сөйлей бастады.
Сен кімсің? Бұл жерде қызметкерлерге рұқсат етілген тек. Ал басқа адамдарға жүруге тыйым салынады. Мен туралы сендерге айтпаған ба сонда? Не туралы? Мен арнайы жоғарғы жақтан келіп тұрмын. Қызметкерлер қалай жұмыс істеп жатыр? Емделушілердің жағдайы қалай болып жатыр? Осының бәрін тексеруім қажет. Бізге негізі ешкім олай айтпады. Бұл түсінікті. Онда мен жасырын келу керек екенмін. Яғни сендер алдын ала дайындалмадыңдар, иә? Бұл тексерушілер үшін керемет олжа. Сізді кіргізбегеніміз үшін кешірім сұраймыз. Екеуміз де жаңадан келген едік. Жоқ, ештеңе етпейді. Түсінікті бәрі. Бірақ сендер бәрін құпия сақтауға жетсіңдер. Сендер қазір мені жындыхана ішіне кіргізіп жіберіңдер. Бірақ бұл туралы ешкім білмеу қажет. Жақсы, келісеміз. Бірақ біздің бастықтарымызда бұл туралы білмегені дұрыс. Олар өте қатал. Жұмыстан шығарып жіберулері мүмкін. Жақсы, ешқандай мәселе жоқ. Сөйтіп олар маған алданып қалды. Қызық екен, бәрінің мұншалықты тез болатынын ойламаппын. Солай ішіне кірдім. Негізі ішіне кіре салысымен бірден камераға түсіремін деп ойлаған едім. Бірақ жындыхана іші өте таза. Бәрі соңғы үлгіде жасалған. Кәдімгі қалыпты емхана секілді. Және бір байқағаным, бұл жындыхана ішінде ешкім жоқ секілді. Тып-тыныш. Әлгі адамның айтқан сөздері рас па екен деп ойланып та қалдым. Енді мен не істеймін? Маған сол жындылардың қамалып отырған бөлмесін тауып алу қажет. Және сол бөлмеге кіріп, бәрін камераға түсіріп алу керек. Бірақ жынды адамдардың дауыстары мүлдем естілмейді. Олар қайда болуы мүмкін? Мен жоғары көтергім келді, себебі оларды жоғарғы бөлмелерде ұстап отырған болу керек деп ойладым. Бірақ баспалдақпен жоғары көтерілейін деп жатқан сәтте, төменге түсетін бір бөлмені көріп қалдым. Және есіме бірдеңе түсті. Оларды негізі жертөледе ұстау қажет емес пе? Бұл қисынға келеді. Сондықтан сол жертөле ішіне ақырын кіргім келді. Бірақ артынан біреу сөйледі. Сізге қалай көмектесе аламын? Артыма қарасам, ақ халат киген кәдімгі дәрігер. Сізді мен танымайды екенмін. Танымайсыз. Мені сіздің бастығыңыз жіберді. Мына жертөле есігіне жаңа құлып орнату қажет. Түсінікті. Қашан кірісесіз? Дәл қазір. Жақсы, сізге кедергі келтірмейін. Жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз болады. Мен одан оңай құтылып кеттім. Солай әлгі дәрігердің кеткенін күтіп бақылап тұрдым. Ол көзімнен таса болған сәтте бірден камерамды қосып, жертөле есігін ашып жатқанымнан бастап түсіре бастадым. Маған бәрін жазып алу қажет. Солай ішіне кірсем, әлгі бейтаныс адамның жазған жазбасы рас болып шықты. Қамаулы торда отырған жынды адамдар, олар өте қатты қорқып қалған, тіпті дыбыстарын шығара алмайды. Мен олармен сөйлесіп көруге тырысқаныммен, олар соншалықты деңгейде үрейленіп қалған. Олар менің көзіме қарай алмайды. Мен бәрін жазбаға жазып алдым, және бөлме ішінде тағы бір есік бар екен. Бөлме ішінде ағаш табыттың ішінде жатқан адамдар. Олар толықтай өлген, денелері көгеріп кеткен. Бұлар сол экспериментке шыдай алмай қаза болғандар секілді. Яғни бұл бөлме мәйітхана. Сап-салқын болғандықтан бұл бөлмеде көп бола алмадым. Сондықтан бұл жындыхана ішінен кетуге шешім қабылдаған едім. Бұл бөлмеден келесі бөлмеге өтетін тағы бір бөлме бар екен. Мен негізі кетіп қалғым келді, бірақ танымал жаңалық шығаруға деген ашкөздігім келесі бөлмеге өтуге жетеледі. Сондықтан үшінші бөлмеге де кіріп кеттім. Бөлме ішіне кірсем, бөлмеде өте көп бөлмелер орналасқан екен. Міне дәл осы жерде меніңше эксперимент жасайтын секілді. Солай есіктердің терезесінен бөлмелердің іштеріне үңіліп қарадым. Және адамдардың басым көпшілігінің терілері жоқ екенін байқадым. Олардың терілеріне не болған? Міне мына қараңыздар, мына жындыхана ішінде адамдар не білдіріп жатқаны толықтай